Достар, егерде сіздің депозитіңізде қызыл нүкте банк сыйақысы, орысша вознаграждение 25 мың болып жатса, онда дәл қазір сіз 15 ақпанға дейін 10 миллион теңгенің үйін рәсімдеуіңізге болады. 15 ақпаннан кейін 10 миллион теңгенің үйін рәсімдеу үшін сіздің мына банк сыйақысы вознаграждение 25 мың емес 50 мың теңгені құрау керек болады. Сондықтан, егерде қазір сізде вознаграждение хотя бы 25 мың болып жатса, онда 10 миллион теңгенің үйін қазір-ақ рәсімдеп кетуіңізге мүмкіндігіңіз бар. 9%-бен табысты растайсыз, және де 50%-ға дейін жеткізу керек болады депозитіңізге. Егерде сіздің депозитіңізде вознаграждение қызыл нүкте банк сыйақысы 50 мың болып жатса, онда сіз 20 миллион теңгенің үйін 9%-бен табысты растап алып кетуіңізге мүмкіндігіңіз бар. 15 ақпаннан кейін 20 миллион теңгенің үйін алу үшін мына вознаграждениеңіз 100 мың құрау керек. Сонда сіз 7,5%-бен табысты растап алып кете аласыз. Сондықтан дәл қазір қараңыздар, сіздердің депозиттеріңізде дөңгелек графикте вознаграждение қанша болып тұрғанын. Сол вознаграждение егерде 25 мың болып жатса, 30 мың болып жатса, 40 мың болып жатса, 50 мың болып жатса, қазір үйді алып кетуіңізге мүмкіндігіңіз бар.